Шырақты еш уақытта үрлеп өшірмейді. Шындықтың шырағын жағып жүрген адам деген сөз тіркестері адал азаматқа және арлы адамға ғана айтылады. Өмірден озған адамның рухы үшін 7 не 40 күнге дейін шырақ жағып қою сенім нанымы да кездеседі. Шырақ жағу наным сенім мен бізге жеткен дәстүр деп айтуға болады. Шырақтың беймезгіл өшкені бақыттың бастан көшкені. Ерте кездерде ескіше жаңа жылды қарсы алу алдында жаңа жыл табалдырықтан аттап үйге енгенде жалғыз шала сәуле болмас деп төрге қос шырақ шағылатын дәстүр болған. Шақшақ Жәнібек Батыр кенже қызының өзінің бір досының ұлына сатқан екен. Жәнібек Батырдың сол қызы әкесі өлгенде келіп, ұлыс сайын басыңа жұп шырақ жағып қоймас па ем деп жоқтау айтқандығы туралы да деректер сақталған. Ертеде елге аты белгілі бір данагөй би өзінің өмірден өтер алдында жиған бар қазына мүлкін ұлдарына қалдыру үшін 3 ұлын шақырып алып, үйімнің ішін қажетті бір затқа толтырғандарыңа бар жиған қазына мүлкімді қалдырамын деп уәж айтқан екен. Сонда тұңғыш ұлы қап-қап сабан әкеліп, үйдің ішін сабанмен толтырса, ортаншы ұлы үйдің ішін құс жастықтың ішіндегі мамықты шашып толтырыпты. Ал кенже ұлы бір шырақ әкеліп, оны жағып, шырақтың жарығымен үйдің ішін толтырған кезде оған дана би кенже ұлының тапқырлығына тәнті болып, мирасымды саған қалдырамын. Өйткені өмір сүру дегеніміз айналаңа жарық шашу деп өзінің жиған бар қазына мүлкін соған қалдырған екен деген аңыздың астарында шырақтың адам өмірінде қаншалықты маңызы бар екендігін аңғартып тұр. Бақыт деген есігі ашық, шырағы жанған шаңырақты таңдайды деген көсем сөзші әрі жазушы Жақау Дәуренбековтың қанатты сөздерінде шырағы жанып тұрған үйден құт береке үзілмейді дегенді аңғартады. Халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиев ағамыздың адуынды ақын Мұқағали Мақатаевтың «Сөнбейді әже шырағың» деген өлеңі өміріңіздің жалғасы бар, үкілі үмітіңізді үзбеңіз деген ойды білдіріп тұр емес пе? Халқымыздың ерте кездерде қалыптасқан тұрмыс тіршілігіне қатысты салт дәстүрлердің білгірі көрнекті этнограф ғалым Жағда Бабалақұлы атамыздың құнды деректерінің бірін атақты ақын Қасымхан Бегмановпен болған сұхбатынан кездестіруге болады. Бұрынғы кездері қазақ отбасында майшам болатын. Ұйқыға кетер кезде майшамның отын үрлеп өшірткізбейтін, білігін басып сөндіретін. Бұл да әдептілік. Әрі отты өшіру жақсы ырым емес. Өз отыңды өзің өшіргенмен бірдей боласың. Отың өшпесін, шырағың сөнбесін деген тәмсілдерді халқымыз бекер айтпаған. Осы құнды кітапта Жағда Бабалақұлы атамыздың жаңа түскен келіндердің жанып тұрған шырақты үрлеп өшіруі дұрыс еместігіне қынжылыс білдіргенінде жазылған. Бұдан біз шыраққа қатысы бар тәрбиелік мәні зор, әдептілік қасиетті аңғаруымызға болады. Шырақты үрлеп өшірмейтіндігін, керісінше отты үрлеп жағатындығын ажырата білуіміз шарт. Халқымыз шырақ және от деген сөздер бір-біріне балама ұғымдар ретінде жиі қолданылатынын байқауға болады. Бұл сөздер жарық және сәуле беріп жарылқаушы деген мағына береді. Халық қаһарманы Батыр атамыз Бауыржан Момышұлының өмірден көрген және көңіліне түйген ұлтымыздың атадан балаға және ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан рухани құндылықтары туралы келіні Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» атты өте құнды кітабында Бауыржан атамыздың шырақ жайлы айтқан өнегелі өсиеттері туралы деректерді де көптеп кездестіруге болады. Осы кітаптың «Атаның маған айтқан ақыл сөздері» деген тарауында Бауыржан атаның 2 түрлі шам, шырақ туралы айтқан даналық нақылдарының мәні зор. Атаның айтуы бойынша бір-бірінен аумайтын 2 шам болыпты. Оның біреуі өзін өзі ерекше мақтап, «Мен не еткен әдемімін, мен қандай жарықпын, мен алаулап тұрамын, мені жұрт түгел көруге тиіс, көруге міндетті, егер маған назар аудармаса, құлаймын да бәрін өртеп жіберемін» деп мақтанады екен. Ал екінші шам, «Менің жарығым айналама жетер ме екен, төңірегіме жарығым түгел түссе ой, менің жарығыммен біреу кітап оқып, біреу жазу жазса, енді біреу кесте тіксе, менің жарығымның септігі тиіп, сәби шошымаса» депті. Мұны не үшін айтқанымды ары қарай өзің ойлан. Деген пікірі кімге болса да ой салары хақ.
Бұл арқылы Бауыржан атамыз екі түрлі шырақтың екі түрлі қасиетін кейінгі ұрпақтарға өсиет етіп отыр. Осындай ғасырлар бойы қалыптасқан аса құнды ұлттық рухани әдет-ғұрыптарымыздың тағылымына мән бермей, кейде салғырт қарауымыз сирек те болса өмірде кездесіп жатады. Мысалы, үйлену тойларда әкелінетін торттың айналасында жанып тұрған шырақтарды жас жұбайлардың үрлеп өшіріп жатқандығын байқаймыз. Бұл кезде өмірден көргені мен көңілге түйгені бар жас үлкендердің бұл ырымның дұрыс еместігін ескерту қажет. Шырақты үрлеп өшіру басқа ұлттардан жұққан жағымсыз әдет екендігіне көпшіліктің көңіл бөлмейтіні өкінішті. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қарымтасы қайтпаса деген даналы нақыл ойға оралып, шырақ жайлы халқымыздың тағылымдық мәні бар наным-сенімдерін және ырым-тыйымдарын Зейнеп Ахметованың жоғарыда аты аталған кітабындағы Шырақ атты сақ жігітінің елін сақтап қалған ерлік айтылған әңгімесін кейінгі жастарға үлгі етіп айта жүруіміз үлкендердің парызы деп білеміз. Шырақты қасиетті киелі екендігін халқымыздың тікелей шыраққа қатысты қойылған адам есімдерінен де байқауға болады. Мысалы, Шырақбай, Шырақбек, Шырақгүл. Халқымыздың кеш жарық деген ақ тілегіндегі жарық сөзі шырағың жанып тұрсын деген ниетті білдіреді. Зейнеп Ахметованың кітабында тағы да чех жазушысы Вацлав Кубиктің 1963 жылы Бауыржан Момышұлы атамызға құрметпен сәлемдеме ретінде таза хрусталь шам люстра сыйлағандығы айтылады. Бұл шамды отбасындағылар аса қастерлеп үйлеріне іліп қояды. 1982 жылы 3 маусымда сол шамды жағып жатқан кезде абайсызда от шығып шам жерге құлап түседі. Бұл кезде Бауыржан атамыз ауруханада жатқан екен. Шамның құлауы жай болмады. Жаратқан ием бізге белгі бергендей тура 7 күннен соң маусымның 10 жұлдызында атаның шырағы сөніп өмірден өтті деп Зейнеп Ахметова есіне алады. Мысалы, қалалы жерде баласының туған күнінде торттың үстіне шырағдан жағып әкеліп, оны балаға өшірткізеді. Отың өшпесін, шырағың сөнбес дейтін қазақ халқы үшін бұл жаман ырым. Бірақ оны ойлап жатқан ата-ана жоқ. Себебі қазақтың салт-дәстүрін қалада өскен ата-ананың өзі де білмейді деп реніш білдіруінде зор мән бар. Халқымыз қыз 40 шырақты деген ақылының мәнінде зор. Сондықтан да қыз баланың шырағы жануы ұлттың ұлт болып сақталуының басты айғағы екендігін еш уақытта естен шығармауға тиіспіз.